армысыздар ағайындар, кеше мына Маңғыстаудың әкімінің видеосын көрген шығарсыз, иә? Мен ойлаймын, енді бұл әкімнің абыройы вообще өседі. Орны бұрынғыдан да төрге баратын сияқты. Халықтың біздің енді қазақ халқын киелі домбырасын құрметтеп тұр ғой. Халық вообще төрге көтеретін сияқты осы әкімді. Ya kolay olsun. İyi жүрген жерде бар ғой, өте ешқандай жігіттердің шара болсын, басқа болсын, отырмасын қалады. Бұлардың орны деген қасиетті сахнаның төрі мына қара домбыраның. Біздер аламызда естің астына кетіп байлап қоямыз. Отырмаңдаршы, өтініш бар, сендердің орындарыңыз төр. Қайсысы осылай домбырада қаласында біреуін сақталмаймыз. Мынандай жерге отырысып қоямыз. Егер бизнес жасайтын болса, келісіп қаржыға баратын болса, ол сөз жоқ. Мынандай шараларда қандай бір форумдар болып жатыр, басқа бір нәрсе біздің қазақтың домбырасы барам дейді, табалдырғанда отырсын. Вообще басқа мен жоқ кезде не істесеңдер болсын деп мен бар кезде өтініш. Кім айтса да біреу айтып алса маған хабарлас. Жігіттерді бірақ қазақ домбыраны мынандай жерге отырғызып алып. Рахмет ниеттерің жігіттер. Сендердің орындардың сахнаға көріп жүрміз. Әкім аға өте қатты риза болып тұр, өйткені енді біздің қазақтың домбырасы ғой. Біз енді өзім той басқарып, тойда жүргесін, кейде домбыра жайлы көріп қаласың ғой. Бірақ мына видеоға мен өте қатты риза болдым. Енді біздің осындай ағаларымыз домбыраны әрқайсысы осылай жоғарыға төрге сыйласа, өнерпазда қадірлі болады енді. Әкім аға, көріп отырсаңыз рахмет, күшті. Елдегі өнерпаздар бір марқайып қалдық.